Қазақстанда жеті өңір қарттарына 34.500 теңге беріледі. Неліктен басқа облыс зейнеткерлері қамтылмады? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар. Күннің соңғы жаңалықтарынан бейхабар қалмас үшін подписация түймесін баса кетіңіздер. Қазақстанда қазан айындағы мерекелерге орай аға буын өкілдеріне бір реттік 34.500 теңге беріліп жатыр. Алайда бұл материалдық көмекке тек жеті өңірдің тұрғындары ие болмақ. Әлеуметтік желіде осы ақпарат тараған соң өзге облыс тұрғындары желіде неге бұл ақшалай көмек Қазақстанның барлық аймақтарында бірдей берілмейтінін сұрауда. Бұған қатысты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметіне жауап берді деп хабарлайды Gaz.kz тілшісі. Әлеуметтік желіде 1 қазан қарттар мен 25 қазан республика күні мерекесіне орай берілетін бір жолғы материалдық көмек қызу талқыланды. Онда желі пайдаланушылары мерекелік ақшалай аударымның кей өңірлерге беріліп қалған облыс тұрғындары құр қалатынына келіспеушілігін жазған. Бір елде тұрып Атырауды неге қоспаған? Қазақстанның мерекесі халыққа ортақ емес пе? Неге бірдей бәріне берілмейді? Еліне еңбегі сіңген зейнеткерлердің бәріне берілу керек. Қазақстанда тұрамыз. Қазақстанның мерекесі барлық халыққа ортақ емес пе? Неге әр қаланы бөліп айтады? Берсеңіз түгелдеу барлық Қазақстанның халқына беріңіз. Шымкент, Алматы, Ақтөбе қаржы жоқ па? Өгей балама. Жылда қалып қоямыз деп пікір жазуда желі қолданушылары. Бұл сұраққа қатысты Еңбек және халыққа әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі жауап берді. Қарттар күніне орай әкімдіктер жергілікті бюджеттің есебінен бір реттік ақшалай жәрдемақылар берген. Басқа облыстар неге бермей жатыр деп сұраса, ол әкімдердің бюджетіне байланысты. Әр әкімдік бюджетіне қарай осы көмекті қарастырған деп түсіндірді жағдайды министрлік баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Айта кетейік, өткен аптада орталық коммуникациялар қызметіне өткен брифингде Светлана Жақапова биыл бірқатар облыстарда алдағы екі мерекеге орай аға буын өкілдеріне бір жолғы материалдық көмек берілетіндігін айтқан еді. Қарттар мерекесіне орай Астана, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан және Ұлытау облыстарында, сондай-ақ республика күніне орай Ақмола және Павлодар облыстарында 234 мыңнан астам аға буын өкілдері 2-10 айлық есептік көрсеткіші, яғни 6.934.500 теңге көлемінде бір жолғы материалдық көмек көрсетіледі, деді министр.